Hello everyone, today's lesson 6, part 2 activity book, exercise 1. Бірінші жаттығу қараймыз. Look, read and circle дейді, then match. Look, қара, read оқы, және дөңгелекте, then match, кейін сәйкестендір дейді. Бірінші қайталаймыз. Біз предлогтарды өттіге алдыңғы сабақта. Қандай да бір заттың үстінде тұрса on деп айтамыз. On қайталаймыз. Ішінде тұрса не дейміз? In дейміз. Астында тұрса не дейміз? Under дейміз, я? Енді біз қараймыз. Жазып аламыз, я, мұнда. Егер бір қандай да бір зат үстінде тұрса on дейміз, я? On. Үстінде. In болса ішінде. Under болса астында, я? Енді мұнда қараймыз. Мысалда көрсетілген. There is a book, кітап. The school bag дейді. Under немесе inді қоюымыз керек. Кітап қайда? Мәні, астында тұр. Астында болса не дейміз біз? Under дейміз. Яғни underды белгілейді екен біз. Келесі. There are two sharpeners. Sharpeners деген бізде ұштағыш, я? Мәні, ұштағыш суретке қараймыз. Ұштағыш қайда тұр? Үстінде тұрса біз не дейміз? On дейміз. Яғни onды белгілейміз, я? Суретіміз қайсы? C вариантын қоямыз. Үшіншісі. There are two pencils. Екі қалам дейді, я? Екі қалам. Мінекей қайда тұр? Ішінде, я? Ішінде болса не дейміз біз? In дейміз. Инді белгілейміз. There are two pencils in the pencil case. Төртте. There is a ruler. Ruler деген сызғыш, я? Міне сызғыш. Сызғыш. The school bag. Қайда тұр? Ішінде тұр. Ішінде десе не істейміз біз? In дейміз. Яғни инді белгілейміз. A вариантын жазамыз. Келесі exercise 2. Read and draw дейді. Оқы және сал дейді. Біз бірінші біз аударып алайық. Мына жерге саласыздар, бояйсыздар және саласыздар. Бірінші. This is my desk дейді. Бұл менің партам. Жазамыз. Бұл менің партам дейді. Үстелім дейді, я? There is a green pencil case on my desk дейді, я? Мұнда жасыл пенал. Жасыл пенал қайда тұр екен? On my desk. Пенал менің үстелімнің үстінде тұр дейді. Үстінде. Келесі. I have got two pencils in my pencil case. Не дейді? Менде екі қарандаш бар дейді. Қайда екен? Пеналымның ішінде. Екі қарандаш бар. Пеналымның ішінде. There are yellow. Олар сары. Олар сары. Қара дейді. Қарашы деп сілтеп тұр, я? Under the desk дейді. Қарашы, үстелдің астын. Under деген асты. Үстелдің астын. There is a big notebook. Онда үлкен не бар? Дәптер. Ноутбук деген дәптер, я? Ол не дейді? Қызыл дейді.
Егер түсініксіз болса, мына жерге аудармасына қарасақ болады, немесе мына жерден қарап бірден жасауға болады. Мына суретті қарадық, мына жерге. Осыған сіздер сразу бояй беріңіздер. Мына жерде былай боялып тұр екен. Бірінші сурет саламыз, партаның суретін саламыз, үстелдің міне. Desk. Салдық, бүйтеді, desk. Мынау менің партам, онда жасыл не бар дейді? Pencil case. Жасыл не бар бізде? Pencil case деген пенал. Жасыл пенал бар екен, Жасыл пенал бар. Саламыз жасыл пеналды. On my desk дейді. Үстіне саламыз, яғни, Міне пенал салдық. Оны біз green, жасыл түске бояймыз, Жасыл түске бояймыз, I have 2 pencils in my pencil case. Не дейді? Менің 2 қарандашым бар дейді. In my. In болса ішінде болады. Немнің ішінде дейді? Пеналымның ішінде дейді. Екеуін саламыз, There are yellow. Олар сары дейді, Сары түспен бояймыз. Сары түспен боядық. Look дейді, қара дейді. Under. Under деген астында. Астында ненің? Партаның астына қара дейді. Онда не бар дейді? Партаның астына мынандай. Партаның астына не бар дейді? There is a big notebook. Үлкен дәптер бар екен онда. Міне. Үлкен дәптер бар. Дәптер саламыз, Үлкен дәптер бар дейді. Үлкен дәптер бар дейді, Notebook деген бізде дәптер. It's red дейді. Ол қызыл дейді. Дәптерді біз қандай түспен бояймыз? Қызыл түспен бояймыз, Сіздерде салып көрсетілген, тек қана осының үстіне салсаңыздар болады.